1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күні қарсаңында Береке шағын ауданында 75 пәтерлік үй қолданысқа берілді. Аталмыш пәтерлердің құрылысы өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасының жас отбасыларға арналған тұрғын үй бағыты бойынша жүзеге асырылған. Қонысты үйлердің алғашқыларының бірі болып облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Ең жаңа аудандарының бірі. Осы ауданда жаңа мектеп ашылды. Көп қабатты үйлер мен сауда орталықтары салынып жатыр. Жыл соңына дейін осы ауданның өзінен әлі бірнеше үйді тапсыратын боламыз. Баспананың құрылысы 2014 жылдың шілде айында басталған. Бас мердігер Лира жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Құрылысқа жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы 583,3 миллион теңгені құрайды. Для нас, строителей, Бұл біздің жасаған жұмыстың жемісі деуге болады. Мереке қарсаңында пәтер кілттерін табыстау үлкен қуаныш. Барлығына бақыт тілеймін. Пәтер кілтін алғашқылардың бірі болып Қошановтар отбасы салды. Отбасы құрғандарына 6 жыл болған ерлі зайыптының бүгінде 2 баласы бар. Пәтер кезегіне өтінішті осыдан 1 жыл бұрын жазыпты. Өте қуаныштымыз, әрине. Ақтүйенің қарны жарылып, мынандай Береке деген шағын ауданда осы үйді алып отқанымызға, осы Береке деген өзі атына сай қылып шаңырағымызға құт береке, бақыт болсын деп, сол тілегіміз сол. Жалпы биылғы жылы 10 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіледі деп жоспарлануда. Сондай-ақ 501 пәтерлі 6 үй қолданысқа берілмек.